Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сәбізден жасалынатын корей салатын сіздерге жасап көрсетемін. Ол үшін бізге 1-2 килограмм тазаланған сәбіз қажет. Ол сәбізді үккіштен өткізіп аламыз және де оған кішкене ғана тұз қосамыз. Осы салат түрін жасауға арналған арнайы үккіш бар. Сол үккіштен өткізу қажет болады. Тұзды салғаннан соң кішкене араластырамыз. Тұз сіңу үшін. Сонан соң әзірге бетін жауып қоя тұрамыз. Сосын қызып тұрған табаға күнбағыс майын құйып, оған туралған пиязды салып пісіріп аламыз. Пияз қызарғанынша араластыра тұрамыз. Пиязды барынша кішкентай шаршы тәрізді етіп тураған дұрыс. Сосын арнайы жасалған міне осындай чимчим деп аталатын корей заправкасын қосамыз. Жаңағы табада пісіп тұрған ыстықтай пиязымызды осы заправканың үстінен құйып араластырамыз. Сосын сарымсақты да кішкентай 4 бұрыш етіп турап алып, салатқа қосып араластырамыз. Дайын болған салатымыздың бетін жауып, мұздатқышқа 1 сағатқа қоямыз. Міне біздің сәбізден жасалынған корей салатымыз да дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.